Бүгін отбасымыз үшін керемет жаңалық болайын деп жатыр. Себебі мен Сибирский здоровье компаниясының атынан су жаңа машинамды салоннан алайын деп жатырмын. Сондықтан таңертең ерте тұрып бала-шағаның таңғы беріп, атамыздың ақ батасын алып, жолға жолдасым екеуміз шығып кеттік. Сол арада почтаға барып оқырмандарымның заказдарын, витаминдерін Сибирскийдан осылай салып жібердім. Сөйтіп Таразға да аман-есен жетіп алдық. Таразға келіп, барлық салондарды көріп шықтық. Қандай машиналар бар мына жерде. Көбісі енді Kia екен, одан бөлек Chevrolet деген секілді енді салонның барлығын жолдасым екеуміз аралап шықтық. Мына жерде кәдімгідей басың айналып қалады екен, неше түрлі машинаны көріп бар ғой, қызығып, қай марканы алсақ екен деп жолдасым екеуміз енді ақылдасып, сөйтіп мына жерге келіп, тағы да бір салонға келдік. Сол жерде бағана көріп кеткен бір машинамыз бар еді, Жак деген. Вот сол машинаға келіп, соған тоқталдық. Жолдасым да жан-жағын көріп, мен отырып визуализация жасап, мына жерде ше біз енді көпшілік болғаннан кейін, көп балалы болғандықтан 5 адамдық, 5 орындықтық осындай Жак деген машинаны алдық. Қыздар барлығы автомат, кәдімгідей енді керемет. Қыздарына төбесі де ашылады, кең. Мына жерде отыратын жаңағы артындағы сиденьялары капитанский сиденья дейді ғой, кәдімгідей ортасынан бүйтіп өтіп кетуге болады да, қиналмай. Мінекей осындай сыртынан да сіздерге көрсетіп қояйын. Жак GS8 деген машина, қыздар мынандай қараңыздар, дуты кәдімгі биік машина екен. Енді ер адамдар біледі ғой, жолдасым өзі таңдап жатыр. Мына жерде барлығын зерттеп, қарап, капоттарын ашып деген секілді мен арттарын барлығын түсіріп жүрдім. Осындай капитанский сиденье деген болады екен ғой. Осындай 5 адамдық машинаны ұнаттық біз, в общем. Сөйтіп негізі 2 күн кетті ғой, қыздар, кәдімгідей машина таңдауға ше. Сонымен мінекей соңға келдік. Соңға келіп номер таңдадық. Барлығы тез болып кетіп жатыр ғой, қыздар. Негізі пиліңе қарай Алла тағалам барлық жолды ашып қояды екен ғой. Сонымен тез номеріміз де дайын болды. 15 минутта дайын болады екен. Біз где-то бір 10 минутта дайын болды ғой. Сөйтіп осындай документін және де номерімді алдым. Біз 223-ті таңдадық. Негізі платныйда номерлер бар екен. Біраз күтеді екенсің да. 770, 555 деген крутой номерлер ше. Мінекей мына жерде тұр ғой. Но бізге осы номерде жарап қалар деп осыған да шүкір етіп, сөйтіп сыртқа шықтым. Жолдасыма қуанып, номер дайын десем, қойы уже дайын ба дейді ғой жолдасым ше. Сонымен барлығы тез қазір киініп, боянып, салонға барып, уже машинамызды шығарып алып кетуіміз керек та. Сондықтан тез дайындалып, әдемі көйлегімізді киіп, қайтадан салонға бардық. Сол жерге барып, енді машинамызды шығарып алайын деп жатырмыз. Өмірімдегі барлық өзгерістер үшін шүкір етем, қыздар. Өмірімде бұлай бірінші рет су жаңа машинамды айдалмаған салоннан алады деп кім ойлаған деймін да. Ұйықтасам да түсіме кірмеген ғой, қыздар, даже ойламаппын да менше. Барлығы тез болып кетті ғой. Мен сол қызыл гольфім болады маған, соған да шүкір, сол машинамның өзіне жақсы ой деп сөйтіп жүргенмін ғой. Негізі айдағанға да ыңғайлы деп сөйтіп жүргенмін. Но маған Алла тағалам осындай биік ақ пейіліме қарай осындай аппақ машинаны дайындап қойған екен ғой, кім білген. Осылай салонға барып, туысқандарымыз шашуларын шашып, сөйтіп суретке, видеоға түстік. Содан кейін барып машинамызды айдап кеттік. Бірінші очередь атамыздың туған інісінің үйіне барып, үлкен кісілерден бата алдық. Алған машина құтты болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Машина тозға берсін, өмірлерің тоз болсын. Денден сау бол. Аумин. Алда сонда үйлерінде үлкен той болсын. Аумин. Машина құтты болсын. Құтты болсын деп отырмын, машина құтты болсын. Игіліге мініңдер, тойға мініңдер. Аумин. Жақсылыққа мініңдер. Бізге де жақсы болсын. Алла қаласа қолды боласың. Аумин. Айтқаныңыз солай. Ағамыздың ақ батасын алып далаға шықтық. Жеңгеміз осындай конфетін, тәттілерін шашып жатыр, көрімдіктерін беріп жатыр. Мына жерде қайным, қайнағаларым ше. Кәдімгідей жүрегіміз дүрсілдеп қуанып жүрміз ғой. Енді бір керемет сезім екен, қыздар. Осылай жүргенімізге кеш батып кетті. Осымен қой ауылға қайтайық деп үйге Луговойға жол тарттық. Аман-есен үйге жеткеннен кейін шарымызды, гүлімізді алып шықтық. Одан әпкеміз шығып, осылай шашуын шашып, мына жерде кілемін жауып жатыр ғой. Үйде балаларды, үйдің барлығын осы әпкеме тапсырып кеткен ғой. Бұл кісіге де көп рахмет. Осылай қуанышымызбен бөлісіп шығып, кәдімгідей енді өзі қуанып жүр мына жерде. Ертеңгісінен демалып болғаннан кейін тағы да атамыздың інісінің үйіне барып, ақ баталарын алып, машинаны бір көрсетіп өтті, көрімдік алып. Осылай, қыздар, осындай керемет көлікке мені лайық көрген Аллаға сансыз шүкіршілік етемін, қыздар. Ниетің дұрыс болса, адал еңбек етсеңіздер, Алла тағалам барлығын үйіп төгіп береді екен ғой. Енді тағы да көзім жетіп жатыр да. Сетевойдан жолым болған Айгеріммін, қыздар. Осыдан 10 ай бұрын осы компанияға, Сибирский здоровье компаниясына келмегенімде, қыздар, өмірім қандай болушы еді аға. Ешқандай да өкінбеймін. Именно осы Сибирский здоровье компаниясын таңдағаныма еш өкінбеймін, қыздар. 6 айда осындай автобонусқа шығып, су жаңа машинамды салоннан алып жатыр. Ең бірінші Алла тағаламның арқасында, екінші командамның арқасында, үшінші таза өзімнің еңбегім арқасында осындай су жаңа автокөлікті салоннан алып жатырмын, қыздар.
командамдағы әрбір қызға осындай машина жұғысты көрдіңіздер ғой. Бұл Сибирский здоровье компаниясының маркетинг планы өте жеңіл, тез табысқа жетуге болады, тез көтерілуге болады. Ең бастысы мықты наставникті таңдасаңыздар болды қыздар. Сол үшін маған келіңіздер, менің командама келіңіздер. Мен төменде WhatsApp номер қалдырам. Мен де табыс тапқым келеді, үй алғым келеді, сіз секілді салона машина алғым келеді десеңіздер, осы WhatsApp номерге жазыңыздар. Сіздерді де табысқа шығарамын алдағы уақытта қыздар.